Ассалаумағалейкум көрермендер. Ұлы Отан соғысының батырларының арасында көптеген қазақстандықтар бар. Солардың бірі атақты мерген Тілеуғали Әбдібеков туралы естіп пе едіңіз? Ол кеңес одағының батыры атағын алмағанымен, бір өзі батальонға жуық жау солдаттары мен офицерлерін жойып өлмес ерлік жасады. Оның мергендігіне бір ғана мысал. Кеңес одағының батырлары атақты снайперлер Смолячков 125 адам, Зайцев 255 жаудың көзін жойыпты. Ал қазақтан шыққан мерген Тілеуғали Әбдібеков 397 фашисті, яғни бір батальонға жуық жаудың көзін құртқан. Солай бола тұра Тілеуғали Әбдібеков кеңес одағының батыры атағын алмаған. Тілеуғали Әбдібеков туралы аңыз әңгімелер барлық жақтарда тарады. Жаулары одан қорқып, оны қара өлім деп атады. Жауынгерлік ерлігі үшін ол 3 рет кеңес одағының батыры атануы керек еді. Бірақ кеңес одағының әділетсіз жүйесі оған бұл атақты бір рет болсын бермеді. Тілеуғали Әбдібеков 1916 жылы Семей облысы Жарма ауданында Әбдібек Насырханның отбасында дүниеге келген. Ол уақытта азамат соғысы қызып жатқан кез еді. Көптеген қызыл отряд, ақ және бандиттерден құралған отрядтар ауылдардан өтіп қазақтарды тонап аштыққа душар етеді. Азаматтық соғыстан кейін күйреген қазақ даласы үлкен қиындықтарды бастан кешеді. Үш сүзегі және көптеген аурулар кенетек алады. Көптеген адамдар өздерінің туған жерлерін тастап шетелге қоныс аударады. Насырхан туған ауылынан кетпеу туралы шешім шығарады. Ол аң аулау ісімен айналысады. Тілеуғали есейе келе, әкесі оған дәл атуды, олжаны іздеуді және қиындықтарға төтеп беруді үйретеді. Енді жас аңшы көздеген олжасын мүлт жібермейтін Тілеуғали Әбдібековтың даңқы ауылдан ауылға жетеді. Оның олжалары тәжірибелі аңшылар мен ақсақалдарды таңғалдырды. 1932 жылы туыстарының шақыруымен Тілеуғали Қазақстанның оңтүстігіне Пахта Арал совхозына көшіп келді. Мұнда ол мақта өсіруші болып жұмыс істейді. Осы жерден ол кеңес армиясының қатарына шақырылып, алыстағы Хабаровск өлкесінде қызмет етуге барады. Қызметтің алғашқы күндерінен бастап Тілеуғали командирдің назарын өзінің байсалдылығымен, ерекше физикалық дайындығымен және сарбаздық тапқырлығымен қызықтырады. Атыс бойынша жарыстарда ол барлық оқтарын үздік ондыққа жіберген кезде командирлер мен жолдастарын таңғалдырды. Аудандық армия жарыстарында оқ ату бойынша бірінші орынға ие болды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін Тілеуғали совхозға оралып мақта өсіру бригадасын басқарады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталды. 1942 жылдың мамыр айында кеңес одағының батыры генерал-майор Панфилов атындағы дивизия қорғайтын Калинин майданына Шымкент облысынан бір топ әскер келді. Оның арасында Тілеуғали да бар еді. 1077-ші полктың қолбасшылығы жаңадан келген сарбаздарды жақсылап зерттеп, жауынгерлерді олардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып орналастырды. Әбдібековтың аңшы екенін білгенде оған оптикалық мылтық берді. Мылтықты тапсырып командир Тілеуғалиға: "Сіз аңшысыз. Енді екі аяқты, бірақ өте қауіпті, жыртқыш және айлакер жануарларды бақылап, аяусыз құртуыңыз керек" деді. Ал Тілеуғали болса: "Менің қолдарым күшті, көздерім қыран құстай өткір, жаулар бұл туралы білсін" деп жауап берді. Күнделікті атыс шабыс басталды. Бұл тәжірибелі сарбаздар үшін оңайға түспеді. Ал жаңадан келгендеріне тіптен қиын болды. Биіктік үшін күрес болды. Ол бір аптадан астам уақытқа созылды. Осы күндері мерген Әбдібеков 19 жауды өлтіреді. Биіктік алынды, бірақ немістер қарсы шабуылға көшті. Жаудың 25 жауынгері тікелей Тілеуғали траншеясына бет алды. 25, ол жалғыз. Өлім бе? Жоқ, жау өз. Дала аңшысының өткір көзі оптикалық көрініске жабысады. Міне ол, жау, өте жақын, бұл офицер. Әбдібеков шүртмені басты, жау офицері өлді. Тілеуғали тағы бір рет нысанаға алады, тағы біреу құлайды. Осылай төртеуі. Немістер қорқа бастайды. Олар екі жаққа қарай жылжиды. Олар мергеннің қайдан атқанын түсінбейді және кез келген жерге ата бастайды.
Ақыры жаулар мергенді тапты. Олар жатып оған оқ жаудырды. Жекпе-жек бірнеше минутқа созылды. 10-нан астам неміс солдаттары бір мергенге оқ жаудырды. Бірақ олардың саны уақыт өткен сайын азая бастады. Басында 25 фашист болды. 23-і өлді. 2 фашист әрең дегенде қашып құтылады. Неміс взводының көзін жойғаннан кейін Әбдібеков бекеттің арғы жағында жаумен ауыр шайқасқа түскен жолдастарына көмекке асықты. Онда ол тағы 12 фашист өлтірді. Бұл күні жолдастары айтқандай Тілеуғали арғы дүниеге 35 зұлым фашистік басқыншыларды жіберді. Оның ерлігі туралы хабар Калинин майданына ғана емес, оның шекарасынан тысқары жерлерге де белгілі болды. Міне тағы бір ерлігі. Қолым қаласының соғыс қимылдарының алғашқы күнінде Тілеуғали 17 жауды жеке жойды. Екінші күні мерген бұзылған танктың ішінде отырып, жақын жерде қарсы шабуылға жиналған немістерді жойды. Бұл күннің нәтижесі жойылған 58 жау. Үшінші күн ұрыс жағдайын тағы өзгертті. Түнде немістер қарсы шабуылды бастады. Әбдібековті қосқанда бір топ сарбаздар дөңгелек қорғанысты ұйымдастырды және жау саны жағынан артық болғанымен қатты соққы алды. Мергеннің есебі тағы 25 жойылған жауға артты. Үшінші армияның әскери кеңесі мергенге құттықтау жеделхатын жолдады. Онда: құрметті жолдас Әбдібеков Тілеуғали, әскери кеңес сізді ұлы Лука үшін болған соңғы шайқастардағы фашистік сарбаздардың сәтті жойылуымен шын жүректен құттықтайды. 87 фашисті құрту арқылы сіз өз отаныңызға деген жанқиялық сүйіспеншілігіңізді және Гитлер монстрларына деген өшпенділігіңізді дәлелдедіңіз. Сізге кеңес одағының асыл жерін немістерден қорғау жолында сәттілік тілейміз. Отан үшін 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының Қызыл армия газеті 1942 жылы 18-ші қыркүйекте былай деп жазды: қазір снайпер Әбдібековтің соғыс есебінде 102 жойылған фашистік сарбаз бар. Олар біздің жерде ешқашан жылымдықтарын таратпайды делініп, Тілеуғалидің сөйлеген сөзі жазылды. Менің көздерім көріп, қолдарым винтовканы ұстап тұрғанда фашистер тірі болмайды, дейді мерген. 1942 жылдың желтоқсанында дивизия мергендерінің екінші мәжілісінде аға сержант Әбдібеков 219 фашистті жойып жібергені айтылған. Атақты мерген Панфиловтық Тілеуғали Әбдібековтің даңқы майданға тарап, оның соғыстағы ерліктері туралы 1943 жылы бүкіл одақтық радиода айтылды. Бақтаарал совхозындағы туыстары, достары мен жолдастары бұл бағдарламаны өздерінің кейіпкеріне деген үлкен ықылас пен қуанышпен тыңдады. Совхоз директоры Гресс жұмысшылар мен ұжым атынан Тілеуғали Әбдібековке майданға аттанған газет бөлімшесінде жарияланған хатында былай деп жазды: сәлеметсіз бе біздің қымбатты жолдас Әбдібеков? Сізге бүкіл совхоз ұжымы мен жұмысшыларының атынан сәлем жолдаймын. Бүкіл ел сіздің ерліктеріңіз туралы біледі. Біз сіздей біздің даңқты жерлесімізбен мақтанамыз. Фашистік жауыздарды жойып, ұлы гвардия беделін үнемі арттыра беріңіз. 1944 жылы 23 қаңтарда Мелихов ауылының маңында Тілеуғалидің жақын досы Григорий Постольников жаудың пулеметін кеудесімен жауып қаза тапты. Ерлігі үшін медалімен марапатталды. Тілеуғали Әбдібеков досының өліміне қатты ренжіді. 1944 жылы 23 қаңтарда Григорийдің жерлеуінде ол: қымбатты ұмытылмас жауынгер досым, мен сіздің бауырыңыз қазақ Тілеуғали Әбдібеков. Сіздің қасиетті қабіріңіз үшін, фашистік жауыздарды, сіздің өліміңіз үшін, кеңес адамдарының қаны үшін, қайғы қасірет үшін, біздің әйелдеріміз бен аналарымыздың көз жасы үшін аяусыз кек аламын. Менің қолымнан 393 фашист біздің жерімізде өлімді тапты. Сізге ант етемін, алдағы шайқастарда мен 2 есе көп фашисті өлтіремін, деді. 1944 жылы қысқы шабуыл кездерінде ол әдеттегідей алдыңғы шепте соғысты. Ең маңызды аудандарда оның жақсы бағытталған оқтары жауларды үрейлендірді. Ең жақсы неміс мергендері оны өлтіруге тырысты. Бірақ Тілеуғали оларды бірінен соң бірін жойды.
Кеңес армиясының мерейтойы қарсаңында тағы бір шайқас болды. Бұл күні Тілеуғали суық тиіп қатты ауырып жүрген еді. Неміс снайпері Тілеуғалиді бірінші атып үлгерді. Оқ Тілеуғалидің мойнына тиді. Бірақ ауыр жараланғанына қарамастан Тілеуғали кек алды. Германдық мерген сол жерде батырдың соңғы оғын қаза тапты. Бұл әйгілі мергеннің жеке ұрыс есебіне енгізілген 397-ші әрі соңғы фашист болды. 1944 жылы 23 ақпанда Тілеуғали Әбдібеков алған жарақаттан қайтыс болды және Кальвин облысының Сокольники ауданындағы Наспа-Нова станциясының солтүстік шығысында жерленді. Әскери ерлігі үшін Әбдібеков Тілеуғали Насырханұлы Қызыл жұлдыз, Қызыл ту ордендерімен, қайтыс болғаннан кейін бірінші дәрежелі отан соғысы және Ленин ордендерімен марапатталды. Команда оны Кеңес одағының батыры атағына ұсынған жоқ. Өйткені Тілеуғали ағасы Кемелбайдың қуғындалғаны туралы өмірбаянды кітапшасында жазған болатын. Жауынгер батыр Әбдібеков өз отанын қатты сүйді, әскери антына өлгенше адал болды. Тілеуғали Әбдібеков өзінің сүйікті отаны үшін шайқаста өз өмірін берді. Біз оның ерліктері мен батырлығын әрдайым есімізде сақтаймыз және олар ұмытылмайды. Бұл видеоны таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Қазақтың осындай батырлары болғанын бәріміз біліп жүрейік. Видеоны olsa лайк басып, каналға тіркеліп, жаңадан шыққан қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыз. Аман сау болыңыздар.